Кеңінен тоқталып өтсеңіз. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның бұл жөнінде көптеген хадистері бар. Bir хадистерде 7 адам дейді, кейбір хадистерде 5-6 адам деп жатады. Бұл жерде ең ауыры маскүнемдік, яғни маскүнем адамды дуғасы қабыл болмайды. Екіншіден зінақор адамның, үшіншіден мұсылмандарға сонда бір қатты зиян тиетін залым адамдардың дейді. Яғни бір қандай жағынан болсын да сондай бір зұлымдық жасаған адамның, және де Аллаға серік қосқан адамдардың. Яғни осы жағдайларда бір хадистерде Пайғамбар алейхиссалам келтіретін болсақ, пара мәселесі де келеді. Бұның ішінде жаңағыдай бір жетім жесірдің ақысын жеуде кіреді. Міне осылардың дұғалары қабыл болмайды деген Пайғамбар алейхиссалам хадис бар. Яғни қияметте Алла Тағала ол кісілерден де жүзін теріс қарайды дейді. Яғни оларға жүзін бұрмайды деген хадистер бар. Сондықтан да есі мұсылман осы уақыттарда өзінің жасаған кемшілігін мойындай бұл істі тоқтатуға әрекет жасау керек. Иншалла, Алланың рахымы өте кең. Пенде өзінің кемшілігін мойындап Алладан кешірім сұраса, Алла Тағала барлық нәрсені кешірем дейді. Теңіздің бетіндегі көбіктей күнәсі болса да кешірем дейді Алла Тағала. Бірақ адам баласы соған жараса тәубе етіп, қайтып ол амалды істемеуге бел буатын болса, иншалла кешіріледі.